Тәрбие тал бесіктен деп дана халқымыз бекер айтпаған. Қазақта олды тәрбиелегенің, ерді тәрбиелегенің, қызды тәрбиелегенің, елді тәрбиелегенің дейді. Ендеше сол ол мен қызды қатар тәрбиелеп отырған мектеп үшін тәрбие аса бір маңызды аймақ. Бүгінгі мектептің беретін білімі, оның дайындаған негізгі факторлары ертеңгі елдің болашағының сенімді кепілі. Мен номері 1 Зерделі мектебі директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Бақыт Ұланбек Бақытұлы боламын. Мен бұл қызметке жұмыс емес, өзімнің мойныма алған үлкен қасиетті жауапкершілік деп қараймын. Себебі бүгінгі біздің оқытып жатқан жастарымыз ертеңгі елдің келешегі. Ертең ел ағалары болған кезде аузымызды аққа жеткізіп, елімізді арқасына көтеретін осы жастар. Егер бүгін біз оларға қандай тәрбие берсек, ертең соның жемісін жейтініміз анық. Білімдіге дүние жарық деп, бала біткенге білген білімімізді үйретіп, төгіп беріп жатырмыз. Ал сол білімді игеріп, жақсылыққа жұмсайтын, ел игілігіне жарататын саналы ұрпақты қалай тәрбиелейміз? Әрине, осы тұста қанымызбен келіп сүйегімізге сіңген, ғасырлар тезінен сұрыпталып жеткен ұлттық тәрбие көмекке келеді. Тәрбиенің негізгі ұштағаны ұстаз, оқушы, ата-ана десек, бүгінгі күні ұстаздар бар мүмкіндігінше білімін де, тәрбиесін де оқушыға үйретуде. Мен ұсынатын екі жобаның бірі Зерделі отбасы жобасы. Зерделі отбасы ата-ана мен баланы бір командаға айналдыратын ақыл-ой жарысы. Бұл жобада ата-ана мен бала бірігіп кітап оқып, есеп шығарып, ағылшын тілін меңгереді. Сол арқылы сынып-ішілік, мектепшілік, аймақтық және республикалық деңгейлерде сайысқа түсіп, өзге отбасылармен жарысады. Тойдың болғаннан болатысы қызық болатындай, бұл сайыста 2-3 сағатта өткізіп кететін уақытша сайыс емес. Бұл жобаға отбасылар айлап, жылдап дайындалып, бақтарын сынайды. Бірін-бірі жаңа қырынан таниды. Хош, ал ең майлы жамбасты жеңген отбасы еншілеп, Дубайға барып, отбасы болып демалып қайтады. Осының бәрі отбасы деген ұлағатты институттың құндылығын қайта жаңғыртуға деген көп жұмыстың бірі. Зерделі түлектері шетелдік беделді мықты оқу орындарына грантқа түсіп, ол жерде сапалы білім алғанды армандайды. Ал сол бір мықты беделді оқу орындарына түсу үшін ең бір сұралатын маңызды нәрсе ол эссе. Баланың жазған эссесіне қарап, сөз сараптауын, тілінің байлығын ғана емес, ойының тереңдігін мен логикасында түсінуге болады. Талапқа сай эссені жазу үшін бір жылғы жаттаған тесттерің, асығы салған білімің емес, ұзақ жылдар бойы оқыған кітаптарың мен ойыңа тоқыған саналы білімің болуы шарт. Міне осы бір талаптарды орындау үшін және өз ойын толық жеткізе алмайтын, біліп тұрса да білгенін түсіндіре алмайтын қазіргі жастарға арнап, екінші жобамыз Зерделі классикті ұсынамыз. Бұл жоба аясында 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі оқушылар үшін арнайы кітаптар таңдалып алынды. Әлем әдебиеті мен қазақ әдебиетінің алтын қорынан алынған кітаптар оқушылардың жас ерекшелігі мен қызығушылығына сәйкес іріктеліп алынды. Тағы бір артықшылық, оқушылар оқыған кітаптарын аяқтаған соң, оқушының эссе дәптеріне өздері эссе жазып, ішіндегі сұрақтарға жауап беріп бастайды. Ал мұғалім өз дәптерінде әр оқушыға жеке-жеке баға беріп толтырып шығады. Әр 90 сайын үздік оқушы, үздік сынып және республика бойынша үздік мектеп бағалы сыйлықтармен марапатталады. Бұл жобаның арқасында оқушы күніне кем дегенде 10-20 бет кітап оқуға, тұрақты түрде өз бетімен білім алуға үйренеді. Оқуға құштарлық үлкен жеңістің бастауы. Оқуды өмір салтына айналдырған кезде ғана саналы ұрпақ өсіп шығады. Бұл жұмыстардың барлығы адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында әзірленіп, жасалып жатыр. Біздің мақсат тек үздік оқушы емес, ұлтқа қызмет ететін, елдің ертеңін айқындайтын сапалы да саналы ұрпақ тәрбиелеу. Зерделі мектебі білім мен тәрбиені қатар ұстаған, ұлтқа қызмет ететін алтын ұя.